Орхон Енисей жазбалары көне түркі жазба тарихи мәдени ескерткіш. Орхон Енисей жазбаларын рун жазбалары деп те атайды. Рун сөзі сыры ашылмаған құпия деген мағынаны білдіреді. 1893 жылы даниялық ғалым Томсон құпия жазудың оқудың кілтін ашады. Орыс ғалымы Радлов Орхон өзені бойынан табылған тастардағы жазуды оқып аударды. Ескерткіштер Орхон Енисей алқабынан табылғандықтан жазудың өзін де осылай атап кеткен. Жазулардағы мәтіндер ел билеушілері мен халықты ата-бабаның арман мұратына адал болуға, мемлекет басқарған қағандармен ауыз бірлікте болуға, елдікке, адамгершілікке шақырады. Түркі мемлекетінің беріктігі мен бір тұтастығын өзекті идея етеді. Орхон жазба жәдігерлерінің ішінде Күлтегін және Тоныкөк жырлары өзінің мазмұны жағынан қазақтың ерлік пен елдікті жырлаған. Қахрамандық жырларының алғашқы үлгілері болып табылады. Жырда Күлтегін түркі елінің төрт бұрышындағы барлық жауды жеңіп, елде тыныштық орнатады. Жалаңаш халықты тоңды, кедей халықты бай қылдым, аз халықты көп қылдым, тату елге жақсылық жасадым деп зор мақтанышпен баяндалады. 2001 жылдың 18 мамырында Астана Еуразия университетіне Күлтегін жазба ескерткішінің көшірмесі қойылды. Тоныкөк ел қамын ойлаған дана ақылгөй қарт болған. Түркі қағанатына төрт жағына жау қаптағанда Тоныкөк ақыл кеңесімен де, тапқыр сөзімен де, батырлық істерімен қағандарға көмектесіп отырған. Тоныкөк 646-741 жылдары өмір сүрген. Екінші шығыс түркі қағанатының негізін қалаушылардың бірі. Түркі қағанатының 3 қағанына уәзір болған. Орхон ескерткіштерін ерлік жыры деп алғаш бағалаған ғалымдардың бірі Мұхтар Әуезов болды. Күлтегін Тоныкөк жазуларында әр алуан рулар мен тайпалардың кескелескен шайқастары, соғыс суреттерінің батырлық, ерліктерінің және жорықтарының шежірелері сипатталған.